Облысында тергеу изоляторы жоқ дегенге біз келіспейміз. 78 изолятор бар. Сондықтан біздің екі талабымыз бар. Біріншісі, қылмыстық кодекстің 99, 293, 188, 430 баптарында көзделген қылмыстар жасады деген айыппен тағылып отырған Шынасыл, Ракиев, Тоқтаубаев, Белғажаев, Аскентай, Ильясов, Тоқтаубаев, Қали Ахметовқа қатысты номері 1938-25-00-1 бөлшек 47 қылмыстық істің материалдарын қарауды қылмыс жасалған жер әкімшілік аумақтық бірлік шегінде Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында қарауды сұраймыз. Екінші, біздің уәжіміз қазіргі таңда бәрімізге мәлім 2020 жылдан бастап техниканың дамығаны онлайн процестер өткізіліп жатыр. Егер соттылықты ғимаратты өзгертпейтін болсаңыз, бізге онлайн қатысуға да мүмкіншілік беруіңізді сұраймыз. Өйткені барлығымыздың келуімізге ыңғайсыз болып жатыр құрметті сот. Бұл бүгін бір ғана адвокат кешігетін болса, ертең бірнеше адвокат кешігеді. Бұл жолды біз алдын ала кесіп айта алмаймыз. Сондықтан өткендегі өтініш хатты сіздің басқа тараптардың пікірін ескермей қарауыңызды заңсыз деп есептейміз. Және егер бас тартатын болсаңыз, жазбаша түрде қаулы шығаруды сұраймыз. Рахмет. Жақсы, бұл туралы сот өз шешімін айтты. Өзгертуге жатпайды. Сот отырысы осы Талдықорған қаласында өткізілетін болады.